Саламатсыздар ма? Текей Батыр Қарпықұлы атындағы жоғары колледжі, оқытушы Жусупова Айнұр Мейіровна. Бүгінгі тақырыбымыз тіліктер. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың тілік туралы түсінігін қалыптастыра отырып, графикалық білімдерін толықтыру. Сабақтың кезеңдері: жаңа тақырыпты түсіндіру, қарапайым тіліктер, күрделі тіліктер, жаңа тақырыпты бекіту, тілік орындау, тестпен жұмыс жасау. Тілік дегеніміз нәрсені ойша жазықтықпен қиғаннан шығатын кескін. Тіліктер екіге бөлінеді: қарапайым және күрделі. Қарапайым ол фронталь, горизонталь, профиль. Күрделі ол сынық және сатылы. Қарапайым тілік тек бір қиюшы жазықтықтың көмегімен алынған тілік. Күрделі тілік екі немесе одан да көп қиюшы жазықтықтардың көмегімен алынған тілік. Егер қиюшы жазықтықтың фронталь проекциялар жазықтығына параллель болса, онда вертикаль тілік, фронталь тілік деп аталады. Егер қиюшы жазықтық фронталь проекциялар жазықтығына параллель болса, онда тілік горизонталь тілік деп аталады. Егер қиюшы жазықтық профиль проекциялар жазықтығына параллель болса, онда вертикаль тілік, профиль тілік деп аталады. Егер қиюшы жазықтық горизонталь проекциялар жазықтығына қандай да болмасын бұрыш орналасса, ондай тілік көлбеу тілік деп аталады. Сатылы тілікте қиюшы жазықтықтар өзара параллель болады, ал сынық тілікте олар доғал, бұрыш жасап қиылысады. Енді жаңа тақырыпты бекіту кезеңіне келдік. 3 көрініс бойынша тілікті орындау. Бірінші тапсырма: қандай тілік орындалған? Екінші тапсырма: өзіңді тексер. Шағын тест тапсырмасы. Енді өздеріңізді тексеріп көріңіздер. Үшінші тапсырма: тіліктерді орнына қою. Енді пысықтау сұрақтары сіздерге: тілік қалай бөлінеді? Сатылы тілік не үшін қажет? Қарапайым тіліктің түрлерін ата. Профиль проекциясына орналасқан тілік қалай аталады? Материалдар тілікте қалай бөлінеді? Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.